Сәлем адамдар. Сәлем адамдар. Бұл 41-ші үй. Бұл 41-ші үй. Менің атым Азамат және менің қасымда Жұлдыз. Қанға Жұлдыз. Жақсы, өзің қалайсың, Азамат? Мен де жақсымын. Каждый эпизодтың алдында айтушы едік қой, ол 41-ші үй, ол қыздарға арналған немесе қыздар туралы әңгімелер деген сияқты. Сосын сен өткендегі сұрағаннан кейін осылай айтқаннан кейін жігіттер не үшін тыңдау керек екенін түсінбей қалады деген. Оны маған бір жігіт айтты, сендер басында қыздарға арналған подкаст деп айтқан кезде тыңдағым келмей қалады дейді. Түсіндім. Мен де ойланып қалдым сол туралы. Мен ойымша біздің осы интродағы формулировкаларымыз дұрыс емес сияқты. Қалай ойлайсың? Өйткені біз айтамыз ғой, інілеріңе жіберіңдер, ұлдарға вообще керек па, феминизм деген сияқты тақырыптарды қозғаған кезде біздің аудиториямыз тек қыздар емес екені белгілі болатын сияқты. Вообще, в основном даже жігіттер болғаны да керек шығар. Білмеймін. Но мынадай бір альтернативный интро таптым деймін ба қалай. Ұсынып отырмын. Бізге 41-ші үйді таныстырғаннан бөлек өзімізді де таныстыру керек сияқты. Вот мен Азаматпын және мені қыздардың мәселесі алаңдатады, жігіттердің де мәселесі алаңдатады және сол нәрселер мен өзіме, өміріме қатысты екенін түсінемін, сезем және сол үшін 41-ші үй бар менде. Менің өмірімде бар вообще. Сен өзіңді қалай таныстырушы едің? Мен Жұлдызбын, мен қызбын. Өмірде көптеген қыздарға қатысты әділетсіздіктер мен теңсіздіктерді көріп келе жатырмын. Және мені қыздардың мәселелері алаңдатады. Ерлердің мәселесі қатты алаңдата қоймайды. Бірақ қыздардың мәселесі ерлерді де алаңдатқанын қалаймын. Видишь, қызық бір ойға келіп жатырмын соңғы уақытта. Сен айтқан әңгіменмен толық келісуші едім. Бұрын дәл солай ойлаушы едім, мені қыздар мәселесі алаңдатады көбірек деген сияқты. Дегенмен соңғы бір күн ішінде ма, бір аптаның ішінде ма, ол дұрыс емес деген ойға келіп жатырмын. Мені қыздардың мәселесі алаңдатқаны дұрыс, бірақ бәрінен қатты алаңдатқаны дұрыс емес деп ойлап жатырмын. Себебі мен ойымша ең маңызды мәселелер сен өзіңе қатысты мәселелер болуы керек или болуы мүмкін. То есть қалай болған күннің өзінде де сен айтып жатқан мәселені сен сияқты түсінбеймін ғой мен. Сен сияқты сезінбеймін. Бірақ мен өзім жақсы сезінетін және сол деңгейде маңызды заттар бар. Қазір ойлап отырсам, сен айтып жатқан әңгімеңді толықтай симметрично айта аламын. Мені көбірек жігіттердің мәселесі алаңдатады және қыздарды да жігіттердің мәселесі алаңдатқанын қалаймын деген. Алаңдатқанын ба білмеймін, хотя бы сол туралы ойланғанын қалаймын деген сияқты. Өйткені оның өте қарапайым және жалғыз ғана логикасы бар. Өйткені мен ғой ол. Мен ең бірінші өзім туралы алаңдауым керек емес па деген ой. Және өзім жағдайын шеше алмай тұрып басқаларға қалай көмектесе аламын деген қисыннан туып отыр. Бүгін жігіттер туралы әңгімелейікші. Дұрыс айтасың ғой? Иә, дұрыс айтасың. Бірақ сол да күшті сияқты. Егер сен шынымен де мені жігіттердің мәселесі көбірек алаңдатады деп алсаң, екеуміздің өмірімізде көбірек не алаңдатады арқылы байланыс тауып подкасты мәнді де мағыналы етіп, одан да көбірек пайдалы бола ма? Екеумізді екі түрлі мәселе алаңдатып, екеуің тоғысқан жерін айтқан күшті сияқты.
біз әркез қандай да бір тақырыпты қозғайтын кезде бір конкретный мысалдан бастаймыз ғой. Біз конкретный оқиғаға негізделіп, соның білмеймін, теориясын қараймыз, практикасын қараймыз, сондай бір нәрсе болады ғой. Осы жағдайда, осы эпизодтың басында конкретный бір оқиға айта аламын ба білмеймін, дегенмен конкретный бір жағдай туралы айта аламын. Жағдай болғанда қалай? Статус-кво менің деймін. Мен 2018-ден бастап екен әйтеуір махаббаттың түсі деген фраза ойлап табылғаннан бастап адамдардың арасында мен сезімдерді зерттеймін деген бір волна пайда болды сондай. Өзіммен өзім ниша таңдап алған сияқты болдым. Хотя ешқандай экспертность жоқ, және ешқандай алғышарт жоқ. Өзіммен өзім солай айта бастадым, және солай бола бастады. Дегенмен сол уақытта түсінбеген секілдімін. Сезімдерді зерттеу деген ол ең алдымен өзіңді зерттеу, өзіңнің сезімдерін зерттеу дегенге байланысты. И қазірдің өзінде сонша уақыт өтсе де мойындаймын сезімдерге жұтаң екенімді. Өте аз сезімге берілемін, өте аз эмоцияларын шығарамын. Және теорияда бұның қаншалықты маңызды екенін түсініп тұрсам да, әлі күнге дейін соны не выработал дейді ғой. Сондай болып тұр. Мәселен бір оқиға айтып берейін саған, чтобы шамалы жақсы түсінік болатындай. Және өсек болсын, короче. Бір шама уақыт бұрын, жарты жыл бұрын ба екен, бір әңгіме болған Әсел екеуміздің арамызда. Екеуміз всякий өзіміздің жақын адамдарымыз туралы айтып жатқанбыз. Нақты айту қиын болып тұр, бірақ сол әңгіменің барысында мынадай болған. Бүкіл әлемге жаловаться етіп, мамам мені түсінбейді, папам мені түсінбейді деген сияқты нәрседен басталып, сосын ол кісілердің де заманы қиын ғой дегенге жалғасу керек болған. Және сол этаптардың біреуінде мен бір ішімде айтқым келіп және айтпай өтіп кеткен момент болды. Короче, кәдімгі духым жетпей қалды айтуға. Ол сол моментте бір осознание болды. Мен папам маған ешқашан балам деп айтпаған екен ғой деген. Или просто мен есімде жоқ. Маған Азамат деп айтады. Или Азамат деп қана айтады. Басқа еш нәрсе айтпаған сияқты. Балам деп айтпаған сияқты. И солай айтсам мен жылап қалатын сияқты болдым. Или жылап қалатынымды білдім да. И ұстап қалдым. Короче, либо жылағым келмей өзім ұстап қалдым, либо айтуға қорқып қалдым. Короче, сол нәрсені, бөліскім келген жоқ. Бөліскім келген жоқ емес, бөліскім келді, бірақ бөліспей қалдым, короче. И мен ойымша бұл өте үлкен проблема. Осындай маңызды қарапайым нәрселерді айта алмау. Өзімді психологический сеанста сияқты сезініп жатырмын. Групповой дейсің ғой. Бір досым сұрақ қалды, ата-анамен қарым-қатынас туралы не айта аласың дейді да. Короче, менде видимо обида бар, және соны шеше алмай жүрмін. Короче, ойымнан кетпей жатыр деген сияқты сұрақ болды. Сосын маған айтады, сенде сондай болды ма деп. И сол кезде осы нәрсе есіме түсті. Сондай еді ғой, және сол обидно еді ғой деген сияқты. Бірақ мамаға қатысты, енді кішкентай кезінен бастап көп нәрселер бар, жиналып қалған нәрселер бар ғой.
бірақ именно мамаға қатысты мен 2018-де есімде Астанадамын, и бір күні түнімен ұйықтаған жоқпын, ұйқым келген жоқ. Сосын білмеймін, бір видеолар көріп алған ба, всякий психологтарды оқып алған ба, әйтеуір мамаға всякий обидаларын жазып жібердім. Вот кезінде анау мынау, мен там обой жабыстырғым келгенде жабыстырғызған жоқсыңдар, салтанатқа рұқсат беріңдер, маған рұқсат берген жоқсыңдар, сол үшін мен қолымнан дін келмейді деп ойлаймын, сол үшін еш нәрсе істегім келмейді деген сияқты. Ұзақ нәрсе жаздым. Сосын ол айтады, вот кешір, білген жоқпыз деген сияқты айтады. Сол-ақ па деп ойладым. Осы екен ғой сонда маған жетпей жатқан, жай ғана. Вот енді біліп жүрді. Блин, ата-ананың сол кездегі, бізде, ата-ана мен бала сөйлеспейді ғой. То есть вообще ашық айтып, бір-бірін, как будто бы ақшам жоқ деген проблеманы айта аласың, киімім жоқ деген проблеманы айта аласың, курткам жыртылып қалды деген проблеманы айта аласың да. Ал андай ішімде мынандай сезініп жатырмын, мынандай сезімдер пайда болды, ойлар пайда болды дегенді айтпаймыз. И егер де біздің ата-анамыз бізге сен сондай сезініп жүрген кезде олар ішінде не сезінетінін или қалай сезінетінін айтса, түсініктірек болатын сияқты. Мысалы, мен де бір мамаммен жазда сөйлесіп қалдым. Мен туған әкем мен мамам ажырасқан, мен өте кішкентай болған кезде, мамам өте жас болды, содан 18 жасында мені босанды, 19 жасында ажырасты олар, кажется. И мама ары қарай оқу керек болды, жұмыс істеу керек болды да, мені нағашыларыма берді бағуға, қарауға. Мен нағашыларым қолында болған кезде ол Алматыда жұмыс істеп, оқу оқып, өзінің өмірін қалыпқа келтіріп жатты, ары қарай мені алып кетіп бағу үшін. Мен нағашыларымның үйінде өте жақсы жағдайда өстім. Баршылық болды. Мамамда мысалға тамаққа ақша жетпей жатса, мен білем, мама барып бір жерге жұмыс істеп келеді де, содан тапқан ақшасына, мысалы біреудің есік алдында шөбін жұлып келеді де, содан тапқан ақшасына макарон алып келеді, бір күн келеді де шай алып келеді, солай өмір сүріп жүрген кездері болды. Ал мен әжемнің үйінде, менде настольный бильярд ойындар бар ғой, кішкентай настольный бильярд, сосын Том и Джерридің сол кездегі видеоларының там бүкіл сериялары, Дэнди бәрі болып өсті. То есть мен қиналған жоқпын, мен атам, ағам ақша беретін каждый бес алғаным үшін. То есть мамамның қасында болсам, мен сондай, наверное, жоқ затты көріп өсер едім. Әжемнің қасында болған кезде менде бәрі болды. И әжелерім сабағымды да жақсы оқытты, жақсы қарады. Мен бір детством қиын өтті деп айтпаймын. Бірақ соның өзінде менде подругам болатын, Мадина деген. И біз мектепке бірге баратын кезде мен оның үйіне барам, ерте үйден шығып алам да, соның үйіне барып коридорда күтіп тұрам, қашан киінетін. Ол мамасы екеуі мектепке шығар алдында, мамасы оған жаратылыстану, дүниетану деген сияқты сабақтарды оқып беріп, мамасы түсінігін айтып беріп отырады. Мадина соны мамасын айтқанын барып мектепке айтады да. Или мама бізге келіп кеткен кезде, үйге біз ол кезде Жезқазғанда тұрдық, Алматыдан келеді, бір аптадай қонақ болады да, ол кеткеннен кейін мен халатын иіскеп, бір апта түні бойы жылап, сағынып, сөйтіп жүретінмін. И мен ренжитінмін, мен мектепте 5-ке оқыдым, көп концерттерге қатысатым, орындар алатым, сондай кезде бәрінің мама-папалары келеді, бірге болады, а менде ата-әже жұмыста, и мама ешкім жоқ, а мен именно маманың келгенін, көргенін қалайтын. Мен потом звондап айтам, мен бірінші орын алдым деп, мама, ой, молодец дейді. Болды. И соны осы 27 жасымда жазда мамаға айтып жатырмын. Екеуміз сөйлесіп кеттік қатты. И мамаға айттым, осылай, мам, мен сені сағынатынмын деп жылап. Сол кезде мама маған өзі не сезінгенін айтып жатыр да, мама айтады, мен де қатты сені сағынатынмын. Мен де қатты прям сені алып кеткім келетін. И сені тезірек өзім алып кету үшін мен сол кезде жалғыз жұмыс істеп, ақша экономдап, жинауым керек екен, оқуым керек екен түсінетінмін деп. Содан кейін
сол ең жақсы вариант деп ойладым. Өйткені сен қасымда болған кезде мен саған көп тоже көңіл бөлуім керек, сені асырау керек, содан ақша жиналмайды, жұмысты солай 24 сағат бойы істей алмаймын деп, дұрыс тәрбие бере алмаймын деп ойлап сені бердім деп өзінің ішіндегісін түсіндіріп берді де, неге ол олай істегенін, сол кезде ол да қиналғанын. Содан кейін как будто бы менде обида болмай қалған сияқты. Өйткені мен түсіндім, мен ойладым, мен қазір 27-демін, менің балам жоқ, ешкім жоқ, бірақ мен уайымым көп та, сол материальный жағынан, көңіл бөлу жағынан біреуге. А ол кезде 19-да. Не дипломы жоқ, не жұмысы жоқ. И мен ойладым, мен 19 жасымда қолымда 1 жасар бала болып жалғыз қалсам, не істер едім деп. Ну, наверное, тоже мамама апарып беретін едім баланы. Баға тұршы, пожалуйста, деп. И сондайды түсінгеннен кейін ғана, хотя мы с мамой об этом не разговаривали. И содан кейін, сол бір әңгімеден кейін біз көбірек сөйлесетін болдық. Мысалы, сондай әңгімелер ғана бізді кішкене ата-анамызды түсінуге, олармен бір қарым-қатынасты орнатуға көмектесетін сияқты. Вот это вот культура, вообще әңгіме айтпау керек, сөйлеспеу керек деген культура өте жаман. Иә, сондай культура бар ма өзде? Әңгіме айтпау керек деген. Менің ойымша, Просто видишь, айту білмейміз. Культура жоқ, бірақ жазылмаған сияқты бар сияқты да, андай. Сөйлеспейміз ғой вообще. Біздің ата-аналарымызға как будто вот жаңағы көзбен көретін проблеманы шешу керек те. Потому что оларда да ата-аналары солай шешкен. Мысалға, мен мамама да әке-шешесі, мен сені жақсы көремін, сен төмен баға алып келсең, что чувствуешь деген сұрамаған ғой. Например, ол төмен баға алып келсе, жаман баға алып келсе, ну оқы көбірек деп айтады, я. Или там біреуде қарның тоқ, киімің бар, все, как будто баланың басқа проблемасы жоқ сияқты, да? То есть я все делаю, чтобы ты был одет, обут и накормлен. Көзбен көруге болатын проблеманы ғана шешетін сияқты. Еш қалған нәрселердің проблема екенін өзін білмейтін болар скорее. Я, себебі менің ойымша олар баланың сондай жағдайын, олар ойлайды, конечно, типа мен балам адам болып өссін, жақсы болып өссін, анау-мынау деп. Просто неге сондай ішкі затқа мән бермеген? Во-первых, наверное, жұмыс істеп, қолдары тимеді. Екіншіден, мен ойымша олар өздерінің ішіндегі де сезімдермен ешқалай жұмыс істемеген ғой. Типа өзінің ішіндегі чувствалар қайдан пайда болып жатыр, не сезім жатқан өздері анализ жасамайды, анықтамайды. Сондықтан да екінші адамдыкін да сезіну қиын ғой. Сол сияқты негізгі мәселе. Ана стендап есіме түсіп кетті, көргенсің ба? Айна Мусинаның, біздің қазақ айтады ғой. В детстве мне нельзя было ходить с недовольным лицом, дейді, да? Это мама воспринимала как прямая к ней претензия, дейді. Сосын, что ты так ходишь? Что за лицо? Вечно недовольно идется. Мам, ты только что меня наругала. Можно мне чуть-чуть погрустить? Сосын айтады, но сильно смеяться тоже нельзя было, дейді. Өйткені, что ты такая довольная? Көп күлген бір жылайды деп. Сол прям жизненно. Вообще, бұдан бөлек біраз мысал ойлағанмын. Айырмашылыққа байланысты, типа бізде қыздарға байланысты осындай проблема жоқ, жігіттерге қатысты бар деген сияқты. Мысал үшін там, не знаю, бір праздничный датаны ұмытып кетсе, ол тек еркекке ғана претензия болады, условно. Егер там, не знаю, вот қыздарға не істесе де жарасады. Мысал үшін, вот
вот мой тебе подарок деп там тамақ істеп берсе, о, это считается. Или, не знаю, давайте поцелую десе, вот считается, да. А жігіттерде ондай тема жоқ қой, жігіттерге қатысты, точнее. Оларға әркез чем-то большим надо заслуживать. Және ол нәрсені басқа адамдардың бәрі бағалайды. То есть подруги, подписчики, кто еще, деген сияқты, мама деген сияқты. Жігіттерде ондай жоқ. Типа, вот ешкім сұрамайды, жігіт достардан ешқысы, вот сенің қызың не істеді кеше деген сияқты сұрамайды. Или там қандай подарок берді деп сұрамайды ешкім. Или ну вот покажи деп айтпайды ешкім. Сторисқа салмаймын дейсің ғой. Кеше қыз көрпеш баян сұлу күні болды ғой. Иә. Сендерде этот праздник тойлана ма, Әсел екеуіңде? Теоретически, да. Но айдың ортасы болған праздниктарды тойлау қиын бізде. Вот. Алдында дебатқа барған кезде тоже бір тақырып ойнап жатқан кезде Ақылжан аргумент ретінде айтып жатыр да. Мен қызыма гүл сыйласам, ол сторисқа салса, оны көретін менің туысқандарым, ағаларым, інілерім, әпкелерім немесе мамам айтады, сосын әне қыз жанды болып қызына береді, мамаңа неге гүл бермейсің, сестраңа неге алып бермейсің деп. Тоже из этой категории, что от вас много чего требует. А еще ана ойға қалай қарайсың? Қыздар, мои деньги это мои деньги, твои деньги это наши деньги дейтін. Иә, бізде сондай әңгіме бар. Хотя стараюсь сопротивляться как могу, конечно, но не совсем получается, и, скорее всего, в итоге не получится. Скорее всего. Мен негізі андай, жүрегіммен қалаймын солай болғанын. Типа, мои деньги, еще плюс его деньги дейтін. Бірақ, енді, әділеттілік, анамна үшін выступать етіп жүргеннен кейін түсінем, что, наверное, как-то либо это общие деньги, все заработанные, либо да. Я. Не, смотри, вообще на практике бұл жаман нәрсе емес. То есть еркектердің бәріне ұнайды басқа адамдарды обеспечивать еткен. Олар өзін жақсы сезінеді, егер өзінің әйеліне ақша берсе, или там сол ақшаға біреу сыйлық алса, или там довольны болып жүрсе деген сияқты. Но мына жердегі әңгіме ол басқада. Әңгіме менің ақшамды біреу пайдалана ма деген нәрсе емес. Әңгіме мынада ғой. Мои және твои деп бөлінеді. Вот айқын бөлініс бар. Және ол бөлініс айқын дұрыс емес. То есть бұдан жапа шекпеймін, сүйіп атқан жоқпын, но сондай определение дұрыс емес. Короче, меніңше ол сол фразаның өзінде үлкен проблема бар. Вообще, любой адамға, жігітке ғана емес, пайда тигізген, ақшаң арқылы көмектескен бір бар болса, я жақсы чувство сыйлайтын сияқты негізінде. Я тоже чувствую себя классно, когда помогаю деньгами родителям. Это, конечно, очень редко, бірақ или там інім мен братишкам, інім мен сестренкама сіңіліме бір нәрсе алып беріп жатсам, немесе оларға бір солай көмектім тигізе алсам. Плюс, мен ойымша, жаңағы сен айттың ғой, жігіттерге ұнайды немесе өздерін жақсы сезінеді деген. Вот сұрақ сондай. Олар солай пайдасы тигеннен жақсы сезінеді ма, жоқ әлде опять-таки қоғам ер адамды асыраушы бір нәрсе бол деп айтқан кезде олар сол критерийларға соответствовать ететін болғаннан кейін күшті сезінеді ма? Түсініксіз сияқты, да? Білмеймін, екеуі де болуы мүмкін, но точно бір нәрсе бар, ол еркектерде сондай бір довольство беретін ситуация бар, өздеріне довольны болып қалатын.
ол довольно деген өзін қажетсізденген кезде ғой. Ну, то есть вот я стою чего-то, и мен қалай айтсам екен, мен қандай да бір маңызға иемін деген сияқты. Но жаңағыны бір түсіндіретін сөз тапқан сияқтымын. Бұл мына нәрседе емес, вот мені пайдаланып кетеді, пайдаланып кетпейді деген сияқты нәрседе емес. Ол екі адам ортасында келісім болған кезде, осы келісімде әр кез мен бір нәрсеге должен боламын, және мына қыз әр кез еш нәрсеге міндетті болмайды деген. То есть мен ойымша ол қиын, сондай келісімге бару, где сен бәріне міндеттісің деген. То есть ты просто обязан, и все. А если что, я нет деген сияқты. Өйткені солай болса, әркез параллельный всякие нюанстар жасауға болады. Вот ну, типа там, и если что, там, мен тамақ пісіретін болсам, мен өзіме ғана пісіргенім жетеді, ал сен пісірсең, біз бәрімізге пісіруің керек деген сияқты соны. Или не знаю, мен үй жинаған кезде өзім частьін жинаймын, ал сен бүкіл үйді жинауың керек деген сияқты. Түсіндіре алдым ба? То есть мәселе мынада емес, типа мен үй жинаймын ба, или мен тамақ пісіремін ба деген нәрсе емес. Или мен тамақ пісірген кезде кім үшін пісіремін, или там неше адамға пісіремін, үй жинаған кезде қаншалықты үлкен жерді жинаймын дегенде емес. Әңгіме, получается, мен должен емеспін вообще үй жинауға, мен тамақ пісіруге вообще міндетті емеспін, ал сен міндеттісің дегенге келеді. Түсіндіре алдым ба? Осындай условия мен ойымша қыздарды не должно устраивать. Так же, как мына екінші условия жігіттерді. Құдай-ай, қазақша мен орысша. Иә. Бір-бірінің бетіне сүй oldu. Егер де әділеттілік үшін айтатын болсақ, егер сендерге түзде дейді ғой, сыртта сондай жауапкершілік артылатын болса, сендер семьяны асырайтындай ақша табуларың керек, ал әйелдің ақшасы тек өзінікі и так далее дейтін кезде, іште сендерге вообще міндет қойылмайды да. Мысалға, бала тәрбиелеу мен асырау кезінде еркектер не участвуют в этом процессе. Например, бала асырау кезінде даже андай түсінік жоқ, типа баланы екі жақтан, там, түнде мен 2 рет оянам, сен 2 рет оянасың деген жоқ. Әйел ояну керек сияқты, оның бүкіл садигін, қандай да бір курстарын, бір нәрсесін бәрін әйел білет, мұғалімдермен бәрімен сөйлесетін, анасы ауырып қалса қандай дәрі беру керек бәрін білетін анасы деген сияқты. Енді осы дұрыс емес қой. Соны айтып дұрыс емес. Иә, дұрыс емес. И мен ойымша, адамдар сол зона ответственности бөле алу керек сияқты. Типа, сенің қолыңнан күшті жұмыс істеу келеді. Онда анау спор болып жатыр ғой, декретный отпуск туралы, типа, әйел отыру керек па, еркек отыру керек па. Если у жены больше там перспектив карьерного роста, көбірек ақша табатын болса, әйелі жұмыс істесін, күйеуі декретный отпуск алсын деп айтады феминисткалар. И неге мен оған күлдім, өйткені біздің қоғамда вообще невозможно сияқты көрінеді да маған. И қарым-қатынаста солай екеуіне ыңғайлы алгоритмдарды ойлау керек сияқты. Кім нені жақсы істей алады, кім неге жақсы жауапкершілік ала алады деп. Мысалы, біз мұғалімдермен, менде центр болды ғой сол кезде, сол жердегі мұғалімдермен, администратор қыздармен всегда восхищались мужчинами, которые, жаңағы папалары, баласын алып келеді центрға, бізден бәрін сұрап консультацияны өзі алады, мұғалімдермен танысып, мұғалімнің квалификациясын бәрін өзі біледі, баласын жазады, ақшасын төлейді, өзі хабарласып, успеваемостін сұрайды.
өйткені біздің көзіміз әйелдер ғана істейтініне үйреніп қалған ғой, и біз жаңағы папалары сондай заинтересованный болған кезде қыздармен блин, мне бы такого мужа деп, хотя үйінде қандай екенін білмейміз да, но просто бір балаға көңіл бөлгені біз үшін вау болып көрінеді да. И солай, может быть, олар үйінде солай бөлісіп алды, типа ты в этом разбираешься, сенің уақытың босырақ, сен істе, мен мынаны істеймін деген сияқты. Мне кажется, солай ғана кішкене теңдікке, әділеттілікке келуге болады, екі адам бір-бірімен келіскен кезде. Вообще, конечно, сенімен келісемін. Бүкіл нәрсе егер обоюдный келісіммен болса, онда бұнда тұрған еш нәрсе жоқ. Но ол келісім деген кәдімгі екеуі талқылап, вот, давай осылай істейік дегеннен кейін келу керек қой. Солай ма? Иә. Вот. А егер сен айтсаң, типа, ну и так же понятно, что типа мен бала болуға больше, не знаю, больше имею возможность, типа, қалай, ал сен там ақша табуға мүмкіндігің көбірек, жоқ, ыңғайлырақпын. Қабілеттірек. Емес, мен мамасымын ғой, жоқ, ыңғайлырақпын. Өйткені менде материнский инстинкт бар деп. Сенде жоқ екен, ладно, сен там, блин, унитаз жу деген сияқты. А сенде животный инстинкт бар, мамонта принеси деп па? Я. Мамонта принеси деп. Ой, ладно. Енді? Қиналып қалдым. То есть, жаңағы сен айтқан нәрсе, мои деньги это мои деньги, твои деньги это общие деньги деген, это же никак не по договору. Біріншіден, екіншіден, если даже по договору, ол дейтін мына нәрсеге алып келеді ғой. Онда үйде отырма. Мен алып келем, сен үйде тамақ істеп отыр, бала бағып дегенге алып келеді. Иә. Ақыры сен ақшаңнан пайда жоқ деп. Я. Ну, типа, получать сен ақшан просто как бонусы. Зачем мне такие бонусы, когда можно и без них жить дейін. Алдында айтқан сияқты ғой, анау ол патриархальный системаның устои ғой, типа, все, что внешне, сырттағы заттың бәрі еркектің жауапкершілігінде, іштегі заттың бәрі әйелдің жауапкершілігінде дейтін, ол сол патриархаттың устойлары. И қазір просто уже заман ондай емес, когда вот сол устоймен өмір сүруге болады, потому что қыздар деген капец қалай зарабатывают деньги самостоятельные и так далее, и так далее. Ондай кезде уже отырмайды да, и ол просто, короче, устойлар осы заманға уже сай емес. Келесі бір подкастқа негізінде тағы бір тақырып, қазір үлгермейміз, оны айтып, сол ер бала мен қыз баланы қалай тәрбиелейтіндігі жайлы сөйлескім келеді де. Өйткені просто спойлер, бір қыздармен алдынан бері сөйлескен кезде бізде ер балаларды бүйтіп алақанда аялап 40 жасқа дейін қасынан шығармай жалғыз ұлым мой наследник деп өсіреді де, қызға көп жауапкершілік артады деп. Ол біздің вот қыздардың көзінше сондай да. 20 жаста қыз бірінші курсқа түскен кезде жұмыста істейді, еще ата-анасының кредитін жабуға көмектеседі, ол кредит ұлына машина алып беруге алынған болса да бар ғой андай. Короче, ал ұлдарын бүйтіп аяп осы өмірден бүйтіп өсіреді деп, сондай ойларды алдында көп айтып жүрміз қыздармен. Сол туралы сенімен сөйлесейін дегенім тоже жазып алуға болады. Ал жаңағы әңгімеге оралатын болса, ол патриархаттың устойы. И мен алдында ойладым, қалай осыған әсер етуге болады. Мен ойымша тек культура, индустрия арқылы, кино индустрия, ән индустриясы арқылы, себебі мои деньги, твои деньги деген анау 90-шы жылдардағы бандитский фильмдардан қалған сияқты, когда Саша Белый бригадада сидит и әйеліне типа мои проблемы это мои проблемы, твои проблемы это мои проблемы деп андай өзінше болып отыратын. И все типа белый, какой классный деп тащились ғой. Негізінде өте абьюзер адам ғой. Но видишь, ояқта наоборот айтып отыр ғой. Бірақ если фильм пересмотреть, мен жаздама көрдім былтыр.
очень капец абьюзер он вообще. И хотя сол өте андай романтичный образ ретінде қабылданды да, сол кездегі фильмдардың әсерінен, әндердің әсерінен, где типа люди под гитару поют, какая у них тяжелая судьба, типа девушка бросила из армии, не дождалась и так далее. Сондай сияқты культура арқылы ғана әсер ете алатын сияқтымыз, мәдениет арқылы, осындай подкасттар арқылы, кинода көрсетіп, романтичный образы не того, кто капец сильный и может продвигать свое и решать все проблемы на свете, а нормального, простого пацана, да, бір жігітті, который может поплакать, может еще что-то. Мысалға, алдында мен Қазақстан дауысы, балалар Қазақстан даусында әлем 91-дағы Батырхан қазір отыр ғой, не болып, наставник болып. И еще Жұбаныш бар, Мархаба Саби и Зарина Омарова, кажется, Жұбаныш Жексенұлы. Сонда бір кішкентай бала, 11 жастағы, оған төртеуі де бұрылған жоқ, и бұрылып танысып атқан кезде жылап қалды да, ешкім бұрылмағанына. Сонда Жұбаныш Жексенұлы айтып жатыр, жігіт деген осындай затқа жылай ма, жігіт емессің ба, жігіттер жыламайды деп айтты да. И сонда әлем айтып жатыр, кім айтты оны, жылайды жігіттер, жылай бер деп, андай жылағың келе ма, жыла, ішіңдегін шығар деп айтып жатыр да. И мен сол ситуацияға прям қатты қуанып кеттім, өйткені вот ол транслирует Қазақстан дауысы балаларда, оны ата-аналар да көреді, кішкентай балалар да көреді, и ол транслировать етіп жатыр соны, типа жылай береді балалар, это нормально, ұялма деп. И вот сондай кезде ғана біз көбірек әсер ете алатын сияқтымыз. Маған прям ұнап қалды. Әлем. Кім айтты оны? Мачуал. Егер мынаны әлем тыңдап отырса, да, шексіз құрмет. Қиып алайық та, белгілей берейік қайта-қайта. Бірақ оның орнында зақ болған кезде деп көтіне кіріп бара жатыр. Иә. Әсер ете ме әлде қаражатыңа деп сөйтіп айтушы еді. Қойшы бауырым. Жақсы. Блин, зақтың дерзостін жақсы көремін вообще. Осы трекпен бәрін ойнашып тастадым уже. Мен де. Давай сол туралы сөйлесек деп. Жоқ, бүгін бізде андай еркін әңгіме болып жатыр, бір тақырып аясын қозғамай, көп проблемаларды айтып, ойымызды айтып. Вообще маған ұнап жатыр, просто разговор, ананды айтып, мынанды айтып. Негізі бір орында болған кезде намного душевнее было бы. Иә. Студияда деген сияқты. Сол Алматыға баруым керек. Көшіп көшешісің? Көшейін деп жатырмын, но сен білесің қайда екенін. Алматыға емес. Иә. Бірақ мен бір жігіттерді мақтағым келіп тұр. Мысалға, біздің жеті жарғыдағы Дидар мен Олжас сияқты жігіттер. Олар өздері, мен Шымкентте сондай тәрбие деп айтқым келіп тұрған жоқ, бірақ олар өздері солай айтады. Біз оңтүстіктің балаларымыз, бізді консервативный ортада тәрбиеледі, эмоцияңды көрсетпе деп айтты, осындай деп айтты деп айтады. И бірақ сондай тәрбие көрсе де, олар менен үнемі сұрайды, былай ойлаған, былай істеген дұрыс па, сіздер біздің подкастты тыңдайды, біз сіздің подкастта осылай естідік, ішімде типа протест болды, ол дұрыс емес қой деп, бірақ сосын ойлана келе негізінде қыз жағынан қарап, осы жақсы екен ғой деп ойладым деп. Және Дидардың қызы Махаббаты да феминистка сияқты, сон ол айтады, онымен де көп спорласқан кезде түсіне бастаймын деп айтып жатыр да. Және сондай рефлексирующий ер балалар, және қыз балаларда, құқықтар туралы білмейтін, немесе оларды консервативный ортада тәрбиелеген қыз балаларда шынымен де ойланып, салыстырып, сұрап, білмегенін іздеп, қарап оқып, тыңдайтын, вообще оларды респект, вообще уважаю. Сондай жігіттер мен қыздардың бар екенін айтқым келеді. Өйткені типа жаңағы тәрбиеленген 4 қабырғада ғана емес, түсініктерін ол стеналардан шығарып, түсінуге тырысып, келісетін жерінде келісіп, келіспейтін жерінде мен келіспеймін, себебі осылай деп адекватно ойланатын адамдар көбейіп жатқанына өте қуаныштымын. В общем, енді Дидар мен Олжас осы эпизодты басқаларға тыңдатып,
біз сұрап жатыр деп өткендегідей охват көбейтеді деп үміттенеміз. Кстати, мен де сондаймын, по сути. Мен тоже өте консерватив ортадан шыққам. Бірінші курстағы түрімді білесің ғой. Сондай. Және Астанаға көшкеннен кейін біраз қатты өзгердім. Мен класстастарым бәрі айтады, 1 жылдан 2 жылдан кейін. Типа, бұрынғы азамат қайдар өзі деп. Айтамын, ема, сен кешір деп. Кешір. Сені айтпадым, бір себебі сені 2 сезон бойы мақтап келе жатырмыз ғой. Енді видишь, андай ғой. Андай не бар ғой. История ойлап табады ғой. В смысле, всякие бір миллиардер айтады ғой, кезінде мен бейшара болғам деген сияқты. Сол сияқты ғой. Кезінде мен ишақ болғам, неадекват болғам, что у каждого есть шансы деген сияқты. Азамат молодец деген нотада бітіреміз ба? Как обычно. Все, бұл 41-ші, және бұл біздің нешінші эпизод? 6-шы ма, 5-ші ма? Сондай, және қазақтың қыздарына 40 иденттігім бар дегенмен әркез қолдайтын, қорғаштайтын, вот сен молодецсің, және еркінсің деп айта отыратын тағы бір үй бар. Сол үйдің әңгімесін тыңдауды дамытып кетпеңдер. Давайте.